Менің есімім Сәбит Маржан Нұржанқызы болады. Мен Жетісай қаласынан боламын. Қазір жасым 31-де. Қазіргі таңда Шымкент қаласында тұрып жатырмын. Классикалық садақ атумен кәсіби түрде айналысудамын. 2023-те жазда мен садаққа келген бірінші рет. Жетісайда Таубай-ата деген ауылда Мағжан Жұмабаев орта мектебінде 11 жыл оқуды бітіріп, Алматы қаласына Қазақ ұлттық аграрлық университетіне грантқа түстім. Қызыл дипломмен оқуды бітірдім. Қапшағай қаласында Қазпочтаға жұмысқа тұрдым, оператор болып бірінші бастапқыда. 2017-де мені начальник отделения қылып, және оператор сол жерге мен ауыстым. Солай келе жатып, өмірде қалай айтсам болады. Сонымен 2018-де мен жол апатына ұшырадым. 2018-дің айында мен тұрмысқа шығамын, және тұрмысқа шығып, ұзату тойым болып, беташар болып, Жетісайдан Алматыға күйеумен бірге шыққан кезде жол апатына ұшыраймыз. Сол кезде мен қатты жарақат аламын. Содан кейін мен өмірім до и после деп бөлінді десем де болады. Бірақ әрине мен сынған жоқпын. Солай содан бері қазір коляскадамын. Менде кеуде омыртқа 7-8-ші омыртқа сынған, жұлғым қатты зақымдалған. Садаққа дейін мен бірінші өзімнің денсаулығыма көңіл бөлдім. Сонымен денсаулығым бойынша жүрдім дағына, қасымдағы подругам мені садаққа кел деп мені шақыратын. Бастапқыда бірінші денсаулық болды ғой. Кейін жаймен бір күн келіп көрдім, жарыс барысында келдім. Күшті атмосфера болды, маған ұнады ол. Содан кейін жаймен мен садаққа келе бастадым. Содан бері қазір садақтамын, кәсіби түрде айналысудамын. Өте маған ұнады. Көп нәрсеге үйретеді. Төзімділікке, сабырлыққа, өзіңнің мінезіңді шыңдауға үйретеді. Ең бірінші мақсатым әрине классикалық садақ атудан кәсіби түрде айналысып жүрген екен, түрлі жарыстарға барып жүрген екен. Алдағы Олимпиада ойындарында еліміздің туын көкке көтеру, абыроймен көтеру. Толған кезінде бел омыртқада грыжамен толған. Сол грыжаменде өсе бергеннен соң 6 айлық кезінде оны алдыру керек болған. Сол кезде операция жасап алған грыжаны. Сол кезде белден төмен қарайғы нервтарға зақым келген. Содан бері осылай коляскада отырамын. 11 жыл мектепте үйде оқыдым. Мектепті бітіргеннен кейін де 5-6 жылда ешқандай оқуға түспей, еш жаққа шықпай мен үйде отырып қалғам. Жаңағыдай ғой, коляскадегі жағдаймен қалай шығам, қалай оқуға барам деген сияқты, қалай самостоятельно жүруді ол кезде білмеймін. Одан кейінен мен колледжге оқуға түстім, Кентау қаласына. Сол кезде мені қазіргі уақытта жігерлендіретін сол арттағы кездегідей үйде отырып қалмау, баяғы кездегідей 4 дуалдың ішінде отырып қалмау. Маған өзіме мотивация беретін нәрсе сол. Тек қана алға жүру, үлкен жетістіктерге жету. Сол үйде отыратын кезде менде көп армандайтын. Менде үлкен жетістік болу керек. Мен 10 жылдан кейінгі өмірімді 4 дуалдың ішінде үйде отырғанды көрмеймін деп. Мен ата-анамды ол кезде мені шығармайтын сыртқа. Сен біз оқуға жіберуге, самостоятельно жіберуге қорқамыз, саған көмек керек болады деген сияқты. Сол кезде мен айтатынмын, мен 10 жылдан кейін өмірімді отбасылық күйде жұмысым, үйім, сондай материальный жағдайым жақсы болған күйде елестетемін. Мен соған қарай жетуім керек деген сияқты. Мен қазіргі өмірімде сол жолдамын деп ойлаймын өзімді. Көп жетістіктерім осы садаққа келгеннен соң болды өзімнің өмірімдегі. Қазақстан чемпионаттарында 2-ші орын, командалық сайыстарда 1-ші орын алып жатырмыз. Осы биыл апрель айында Таиландта өткен жарыста командада 2-ші орын алып келдік. Мен үшін ол үлкен жетістіктерімнің бірі өзімнің үшін. И алдағы уақытта одан да үлкен жетістіктерге мақсат қойып отырмын. Бұлар соған бір кішігірім жол деп ойлаймын, мотивация деп ойлаймын. Олимпиадада жекелесінде алтын алу. Мен Кулкаев Айсултан Айтмырзаұлы, Шымкент қаласына 1994 жылы 7 сәуірде дүниеге келдім. Жалпы спорттық бағытым 2019 жылдан басталды. 7 жыл болды тура. Тэквондо болса, ол біреумен төбелесесің. Футбол болса, аяғын сындырып бір бөле болады. Ал жүзуде өз-өзімен күресті.
жолақ тек қана өзіңдікі, тек өзің жүзесің. Ол жолақты жүзген кезде тек өзіңе байланысты болады. 2019 жылдан бастап қазіргі күнге шейін жеңіліп көрмегем, Құдайға шүкір. Әлхамдулилля, Аллаға шүкір. 7 дүркін чемпионмын Қазақстанның. 2023 жылы өткен Ханчжоу қаласында қола жүлдегермін Азия ойындарының. Соның бәрі ол жаттықтырушымның жетістігі деп ойлаймын бірінші. Сосын өзімдікі. Өйткені ол бақыт көрсет, мен соған сәйкес әрекет жасаймын. Мен тума болды осындай. Авария еш нәрсе болған жоқ. Дүниеге осылай келдім. Жалпы. Аяқ қолым осылай тума болды да, жалпы. Бірақ Құдайға шүкір, басым бәрі аман. Осы жүзуге келіп қайта рахаттанам. Қалада жүрген кезде адамдар бір түрлі қарайтынын көрем. Бірақ оған мән бермеймін. Өткен мен де көпшілік адамдар сияқты адаммын. Тек қана дене бітіммен ерекшеленемін да болды. Үйрене алмай жүрген кезде тастап кеткім келген, сол кезде жаттықтырушым ол бәрінде қиыншылық болады. Қандай жетістікке жеткім келсе, қиыншылықпен болады. Оңай жерде нан жоқ дейді. Соның бәрін үйреткен. Сол маған күш жігерді жаттықтырушым беретін негізі. Басқа елден ұсыныс кеп, қаражат, жағдай жасайын, қандай ұсыныс тастаса да, мен өз елімді тастамын. Өткен осы жерде дүниеге келдім, осы жерде өлім. Ашық айтқанда. Бірінші Азия ойындарын бағындырып, сосын Олимпиадаға әрекет жасаймыз, дайындаламыз, Құдай қаласа. Есімім Артықбай Санжар, 2007 жылғымын. Шымкент қаласында туылған, бірақ Шаян ауылында туылып өстім балақшаның бәрі. Таеквондоға ең алғаш рет 2019 жылы келдім. Осы пара таеквондоға келгеніме 3 жыл болды. Шурат ағай алып келді. 2019 жылы мен келгенде бірінші жарысқа шықпадым. Мен осы пара таеквондодан жарысқа шығып бастадым. Ең алғашқы жарысым 2022 жылғы Спартакиада болды. Одан орын алмадым. Сосын 2020 жылы Қазақстан чемпионатының 2-ші орын алдым. Қазақстан кубогы болды, одан 3-ші орын. Осы декабрь айында Азия ойындары болды, молодежка, содан 2-ші орын алдым. Наурыз айында Қазақстан чемпионаты болды тағы, одан 3-ші орын алдым. Туылғаннан сол қолым шындықтан алға жетілмей қалған. Мектеп оқыдым, қазір Мұхтар Әуезов атындағы университеттің 2-ші курсысымын. Дисциплина азанда тұрасың, сабақтан кейін тренировка обязательно. Алдағы жарыстардан орын алу, соған дайындалу. Ағайларым мотивация береді. Ағайларым дайындайды. Алдағы мақсат бірінші Қазақстан чемпионатының 1-ші орын алу. Одан кейін Азия ойындары, Азия чемпионаты.